Мына үш топтың арасын кадрлармен толтырайықшы. Бір нәрсе жетіспейтін сияқты. Қозғалыс тартымсыз әрі сенімсіз. Міне енді қозғалыс жұмсара түсті. Мұның себебі біз қазір ғана доғалар қағидасын қолдандық. Анимация жасауда доғалардың алатын орны ерекше. Себебі табиғатынан органикалық денелер доға бойымен қозғалады. Мысалы, жүріп бара жатқан адамның кей буындарына нүкте салып бақыласақ, олардың белгілі бір доға бойымен қозғалып жатқанын байқаймыз. Шынтақ, білек, тобық, тіпті беліміздің өзі әр қадам сайын көтеріліп түсіп жатқан кішігірім доғаның бойымен қозғалып келеді. Қозғалтып жатқан дененің механикасын түсіну кезінде доғалар аниматор үшін таптырмайтын көмекші. Оған қоса доғалар қозғалыс барысындағы салмақты дұрыс жеткізуге септігін тигізеді. Егер кейіпкердің қозғалысы доғалар бойымен емес, жай ғана бір күйден екінші күйге сызық бойымен ауысып отырса, нәтиже қатты әрі қате шығады, салмағы да сезілмейді. Доға бойымен қозғалу кейіпкер немесе нысан бір нәрсеге соқтыққан кезде ғана бұзылады. Қалған жағдайдың бәрінде доға бойымен қозғалып отырады. Бұл қағидаға шамадан тыс берілуге де болмайды. Кіршіксіз әдемі доғалардың бойымен қозғалғаннан кейіпкердің әрекеті тым жұмсақ, көзге сенімсіз әрі салмақсыз бола бастайды. Мұндай қозғалу механикалық заттарға ғана жарасады. Сонымен анимациямыз тартымды болсын десек, доғамызға мән беруді ұмытпайық.